Hop. Assalamualaikum ағай. Уағалейкумассалам. Көрініп тұр Қалыңыз ма? вот жақсы көрініп тұр. А, Мен жақтан қалай жақсы көрініп тұр ма? жақсы, жақсы. Эфирімізді бастайық. Асқар аға, қош келдіңіз. Бүгінгі Ой, рахмет. эфиріміз жастар арасында өнер фестивалін өткізу барысында жастарға арналған бір сұхбат, кеңес, былайынша айтсақ бір бағыт бір дүние болса деп бүгін өзіңіз қонақ болып отырмыз. Мгм. Асқар аға, қош келдіңіз дейміз. Енді мынау сіздің жүріп өткен өнер жолыңызды, жалпы жасап жатқан дүниеңізді қалың көпшілік көріп бағамдап отыр ғой. Енді бір бүгінгі кездесуіміз бір дәстүрлі болмай, шамалы бір жастарға халық болса деп ниеттеніп отырмыз. Енді мынау сіздің туған жеріңіз қазір мына Алматы облысы Нарынқол жақтан екенін білеміз аға. Жаңағы ата-анаңыз да өнерден алыс емес, оның жақында куәгері болып жатырмыз. Халық театрларына жақсы көңіл бөліп жатырсыз аға. Осы халық театрларынан бастасақ аға әңгімемізді. Мгм. М, Иә, қазір енді бүкіл әлеуметтік желіде барлық жерде сөз болып жатыр сол халық театрларының мәселесі. Ол енді аяқ асты емес, бір айналасы бір 7-8 жылдың көлемінде менің ішімде жүрген арман еді. Әке шешем істеген шаңырақ, өзім дүниеге келіп сол театрдың қабырғасында өскен Нарынқол халық театрының. Соны қайтадан қалпына келтірсем, қайтадан ашсам деп. Өйткені аудан 21 жылдай жабылып, екі аудан қосылып кетіп, сол кезде халық театры ешқандай себепсіз жойылып кетті, жоқ болып кетті. Соны арман етіп жүргенбіз, енді аудан қайтадан бөлініп кетті, міне 2 жылға жуықтап қалды. Сосын қайтадан барып, сол әкімшілікке барып айтып, жан жаққа жар салып жүріп, ауылдық жерде, ауданда да талантты азаматтар бар. Талантты қыздар, жігіттер бар, өсіп жатқан жастар бар. Ауылда өзінің талантын қайда жібере алмай жүрген. Біздер ғой Алматыдағы өнерпаздар белгілі, тіпті жұмыс жоқ болса асабаның армиясын көбейтіп құрдан құр жүрген. Ал ауылдағылар қайда бар? Міне соларға да жұмыс орны болса екен деген арман. Сонымен ашылды, құдайға шүкір. Тек қана ол емес, оның қасында жаңағы Шонжыда да Қарадала халық театрын ашсақ деген ұсыныс түсті да, сол екеуі қатар жатқан екі аудан болғасын, екеуіне кезек шапқылап жүруге тура келді. 2 айдай уақыт, 1,5 ай енді, қысқаша. Сол екі театрдың ортасында жүгіріп жүріп, сол екі театрға 2 спектакль қойып, Талдықорғанда Бекен Римова театрында тұсаукесерін жасап, біраз жұртты шулатып, дүрілдеттік. Оның енді үрдісі бекер болған жоқ. Нарынқол театрының Қалың Тәңір халық театры деп ашылды бұл жолы. Сол театрдың ашылуына бүкіл республикадан көңіл бөлініп, соның ұшқыны жан жаққа тарап, облыс басшысы, Алматы облысының басшыларының өзі, осы Алматы облысының барлық аудандарында халық театры ашылсын деген бұйрық шығар, жаңа жылға дейін. Қазір барлық аудандар осы жұмыс жасап жатыр. Ал енді басқа облыстардан да осындай әңгімелер, сұрақтар түсіп жатыр. Қазір күнде бір ауданнан сұрақ келеді, күнде біреуіне жауап берем. Әлгі тәжірибеммен бөлсем. Тіпті мына Ақтөбе қаласының өзінен де Екезу театрын жақсы білесіңдер, Нұрлыбек Жұбатқан деген азамат. Ол да енді Екезу театры былай біресе филармонияның қарамағында, біресе театрдың қарамағында болып жүрген. Ол да бір жеке театр болып, жеке отау болғысы келеді. Бұрын енді қалалық театр болып тұрған. Кейін ол да бір жазықсыздан жазықсыз қысқарып кетті. Міне солар да сондай көмек сұрап, оларға да бір хат жазып, сондай бір көмек жасап жатырмыз.
міне осы үрдістің өзі бүкіл республикаға кеңінен тарап жатыр. Жақсы, тамаша Асқар аға. Енді. Жалпы сіздер бастаған бастама расымен де қазір мынау әлеуметтік желінің бәрінде бір кереметтей жаңағы ауылдар, шөлдеп тұрған ауылдарға бір жаңа бағыт ұстанғандай болып отырсыздар ғой Асқар аға қазір. Енді осы енді театр болғаннан кейін режиссер болады, актер болады. Ол жақта жаңағы арнайы бөлінген штаттар бар ма? Мынау тәртіп солай. Мінекей біз жаңа екі театрдың да басын құрап, сол мәдениет үйінде істейтін қызметкерлермен. Мысалға Нарынқолда ондай қызметкер аз, өйткені аудан жаңадан ашылды. Ал жаңа Қарадалада олар енді жабылмаған аудан, ол жерде мәдениет үйін, аудандық мәдениет үйінің өзінде екі үлкен халықтық ансамбль бар. Әрқайсында 20-20 40 адамдай жұмыс істейді. Оларға қиын болған жоқ. Сол жердегі жігіттер, қыздар арасында біздің Жүргенов академиясының актерлығын бітірген 3 жігіт бар екен. Солардың да ойбай театр болса деген арманмен олар кірісіп кетті. Ал енді Нарынқолда бір азамат әйтеуір осы Жүргеновті бітірген, басқалар сол жердегі қызметкерлер, сосын оқушыларды шақырдық. Бойында таланты бар деген мектептен, жаңағы Бота деген қызымыз сол мектепте жұмыс істеп жүрген жерінен келді. Бойында өнері бар адамдардың барлығы қазір енді сол жерге келіп жұмыс істегісі келеді. Енді біз барып облысқа көрсетіп, театрдың бар екенін, өтірік емес екенін, жұмыс істей алатын қабілетін көрсеттік. Енді облыстың берген уәдесі, енді осы жаңа жылдан бастап штат бөліне бастайды. Бірден біздің сұраған 15 штат беріле қоймаса да, 3-тен 4-тен осы жылдың аяғына шейін сол штаттың барлығы алынып болады. Әр 90-ға ма, әр айға, әр 2 айда ма сондай бір театрға берілген бір тапсырмаларды орындаған сайын сол штаттар қосылып отырады да, әйтеуір соған жетесіздер деген уәдесі бар облыстың. Сондықтан театр ашылғанда кемінде сол 15 штат болады. Кемінде 15 штат. Тамаша. Амина Кемелбай деген көрерменіміз жазыпты. Театр көп болса түрме аз болады, сізге сәттілік тілейміз дейді. Енді я театр деген бір адам тәрбиелейтін керемет профиль ғой. Асқар аға, енді мынау жаңағы актерлар бізде Жүргеновтен бітірген азаматтар бар деп жатсыз. Жалпы осы актер болу үшін диплом деген нәрсе міндетті ме? Сіздің дипломыңыз қайда сақталған аға? Диплом деген нәрсе міндетті емес деп айтуға болмайды әлі. Өйткені қанша дегенмен сахнаға шығу үшін сахнаның өз ерекшелігі, тәртібі бар, сахнаның өз заңдылығы бар, жүріп тұру ережесі бар. Сондықтан одан хабары болу керек. Мәселен жаңағы үлкен шаңырақ Қарадала театрын ашқан кезде мен дарынсыз деп айтпаймын, дарынды қыз жігіттер, ол жерде азаматтар бәрі бар. Бірақ мына өмір бақи домбырамен шығып ән айтып, микрофонмен ән айтып жүрген адам спектакльде ойнау қиын болады. Оның ерекшелігі мүлде басқа, ол театр. Сондықтан ол жерде тіпті сондай актерлық білімі болмаса да, соларға үйретуге, соларға оқытуға уақыт кетті. Оны халық театры болғасын, әрине ол жерде біз үйрете жүруіміз керек, оқыта жүруіміз керек. Ол жерге ауылға бәрібір мына Алматыға келіп оқып, ойбай Астана мен Алматыда керемет ертең жұлдыз боламыз деген мынау көкейінде, миында сол жұлдыздықтың сорпасы қайнап жатқан адам ауылға бәрібір бара қоймайды, қанша мақтасаң да. Сондықтан ауылдың өзінің шаңын жұтып, ауылдың ортасында жүріп, бірақ дарынын бойындағы өзінің талантын сыйғыза алмай жүрген азаматтарға үлкен мүмкіндік. Ал енді қаладан барып сол жерге жұмыс істеймін деп жатса құба-құп, енді бір Нарынқол жаққа 1-2 жігіт өтініш білдірді, жаңағы Қарадалада 1-2 бар, барып жұмыс істесек деген. Негізінен сол жердің өзінде сол өнерге бара алмай қалған, болмаса басқа мамандықты бітіріп, арманым осындай болып еді деп жүрген жаңағындай мұғалімдер, басқа маман иелері шапқылап беріп, мүмкіндікті пайдаланып қалғысы келіп, сол театрға істегісі келіп жатқандар бар. Әрине, енді оларды да барған сайын әйтеуір бір нәрсе оқытып, бір нәрсе үйретіп кетуге тырысып жатырмыз. Біздің өзіміздің жаңа Білте академиямыз бар. Мүмкін сол жерге де солар бара жүріп, соларды оқытып, соның дипломын берерміз, қажет болып жатса. Бірақ енді біз жеке
оқу орны болғаннан кейін ақылы сол кішкене қалталарына қиын болады ау деген ой, оның бір варианттарын қарастырып жатырмыз қазір. Жақсы, тамаша. Асқар аға, дипломыңыз қайда өзіңіздің? Дипломым үйде жатыр ау бір жерде. Алғаннан кейін диплом үйде тұр дейсіз ғой. Жақсы. Оны сұрағанда ешкім болған жоқ. Сен осы оқу бітірген кезде Мұхтар Әуезов театрына барғанда бір сұраған, содан кейін 40 жылда сұраған екінші адам сенсің ау дейді. Жақсы. Асқар аға, жаңа Білте академиясы деп қалдыңыз. Енді мынау бізде қазір Алматыда да осы өнер деп Алматыға арман болып келіп алып жүрген жастар да аз емес қой қазір. Бірақ бір жерге барайын десе, бағыт жоқ, бағдар жоқ, айналып келіп Жүргенівке барады, Елебековке барады деген сияқты. Мысалы, оқуға түсінбей, бағы жанбай жатқан жігіттер, қыздар болса, жаңа Білте академиясына барса бола ма? Әрине болады. Біз қазір кішкене онлайн оқытып, мына карантин кезінде бізге рұқсат берілмеді, барлық жер онлайн оқып жатыр ғой. Сондықтан мына өнерді актер шеберлігін үнемі экранға байлап қойып оқыту қиындау. Сондықтан осы карантиннің біткенін, әйтеуір бір рұқсат бергенін күтіп отырмыз. Болмаса онлайн оқыту деген сәл-пәл бір ай созылғаннан кейін өтірікке айналып кетеді. Ол актер шеберлігін біз Голливудтық оқу жүйесі бойынша оқытамыз. Ол 6 айлық курс. 6 айдан кейін біз қолына диплом беріп шығарамыз. Ал енді айналайын деп өтірік айтаса, бәленбай ақшаны төлеткізіп, өстіп мына жерден бір нәрсе үйреткен бол, қабылдаған бол, қолына диплом бере салу дегенді ол дұрыс болмайды. Ол өтірік болады. Ондай алдау, қазір сертификат бір нәрсе беріп жатқан жерлер көп. Ал мен сөйтіп елді алдағым келмейді. Сондықтан көзбе-көз келіп оқитын кезде ғана сол Білтеге қабылдасақ деп ойлап отырмыз. Бұлай өтіріктен онлайн қабылдап диплом бере қоям, өсси қоям деген болмайды. Жай балаларға бір айлық, бір 15 күндік, бір апталық жаңағы сабақтар өтеміз актер шеберлігінен онлайн. Ол енді оқушы балаларға жасалып жатқан кішкене тренингтеріміз. Ал енді онымен салмақты айналысатын дүние болмайды, ол дұрыс болмайды. Сондықтан көзбе-көз келіп оқығанға дейін амал жоқ, күтеміз. Қалай сол оқуға рұқсат беріледі, біз Білтеге қабылдаймыз. Жақсы, рахмет Асқар аға. Асқар аға, енді болашақта актерлыққа барам, режиссерлыққа барам деп жүрген жас буын өкілдер. Мысалы, режиссерлықтан бастайықшы аға, енді сізге қазіргі таңда жаңа режиссерлыққа жаныңызға жақын ғой, көпшіліктерде спектакль қою. Жалпы режиссерлік бағытқа барам деген адам неден бастап дайындалу керек аға? Енді әлгі қазіргі жастар ойбай оқымайды деп зарлай береміз де, режиссер болу үшін оқу керек дейтін болса, менің сөзімде бір ұран сияқты болып естіліп кетуі мүмкін. Жалпы актерлықтан бастап білім алып, сосын режиссерлыққа өткен өте жақсы болар еді. Бірақ қазір заманда енді мектеп бітіре салып балалар режиссерлыққа, кино режиссерлыққа барып жатыр. Мынау байқағыштық қабілеті, есте сақтау қабілеті дұрыс болу керек. Және әйтеуір киноларды көріп, мен сонымен білімдімін, мен сонымен бәрін білемін деп режиссер бола салуға болмайды. Оған мынау басқа актерді өзіңнің ойыңа сендіру үшін, басқа топырлаған актерға ақыл айту үшін, үлкен бір ұжымды иіріп алып кету үшін де білім керек. Өзің қарама-қарсы тұрған актердан сен өзіңнің ақымақ екеніңді білдіріп қойсаң, сен оған режиссер бола алмайсың. Сен оған өз бағытын түсіндіре алмайсың, ол сенің өзіңді жеп қояды. Жай қарапайым актердің өзі. Сондықтан соны ойлау керек. Мен барып жұмыс істейтін актердан менің білімім қандай дәрежеде, менің білгенім қандай дәрежеде, менің көргенім қандай дәрежеде, менің өмірден тоқығаным қандай дәрежеде. Ертең мектеп бітіре салып, 3-4 жыл оқып режиссер болып келіп, мына мен сияқты, Тоғышбай ағасы сияқты актерға режиссер болу үшін біздерге ақыл айту үшін де кішкене ар жағында бір нәрсесі болу керек қой. Сондықтан режиссер болам деген балаға мен айтар едім, дәл сондай алып актерлармен
Асанәлі ағасындай, Тұңғышбай ағасындай актерлармен жұмыс істеуге дайын болу үшін өзі біраз дүниені қопарып келгені дұрыс. Тек қана кітап емес, өмірден көргені де көбірек болу керек. Актерлық өмір, сахнаға біз өмірді көрсетеміз, кинода да өмірді көрсетеміз. Өмірді көрсету үшін өмірден жиған тергенің болу керек, айта білуің керек. Оған өзіңдің таңдап алған актеріңді соған көндіре білуің керек. Соған дайын болып келсе, режиссер болам деген бала. Тамаша, тамаша. Рахмет Асқар аға. Асқар аға, сіздер мынау кеңес одағының кезінде жаңағы жас үлкен сақ актерларды, осы бізде жалпы театр саласын жаңағы былайша айтқанда тіктеп аяғына қойған үлкен аталарымыздың көзін көрдіңіздер. Сол кісілердің ішінен сіз үшін бір сақа үлкен аталарымызда мысалы сіз үшін ерекше болған, ерекше әсер еткен режиссерлардан кімді атайсыздар? Енді мені институт қабырғасынан дипломдық жұмысымды көріп, Мұхтар Әуезов театрына ай-шайға қарамай осы жігіт маған керек деп алып келген Әзірбайжан Мәмбетов ағамыз ғой. Ол кісі емтихан комиссиясының төрағасы болып отырып, менің ойнаған жаңа комедиялық рөлімді көріп, өзі сол жылы Мұхтар Әуезов театрында көшеде жүрген пақырды әкім бол деп шақырды деген комедия қойып жатыр екен. Міне сол бас рөлге мені институт қабырғасынан шақырып алып келді. Маған қатты әсер еткен, өмірімді түбегейлі өзгерткен оқиға сол Әзекеңнің, Әзірбайжан ағамыздың мені сөйтіп таңдап, танып алып келгені болды. Менің ары қарай өміріме бүкіл міне елге танып кеткенімде театр, кино болсын, әзіл тамашасы болсын, басқасы болсын, сол ағамыздың алып келе салып, сол үлкен рөлді бергені, және театрдағы ары қарайғы өмір жолымның барлығын жолым болып кеткені. Мен мына өмірдегі театрдағы өміріме арыз айтпаймын. Көпшіліктердің айтатындары бар, ой, жас кезімізде көрсетіле алмадық, үлкендер бізге жол бермеді, біздер әрең көріндік деп. Мен олай болғам жоқ. Мені мінекей жаңағындай Әзекеңнің өзі көріп алып келді, бірден басты рөлді берді. Дәл сол кездерде өзі солай бір ыңғайы келіп тұрды. Болат Атабаев ағамызды, Әбубәкір Рахим ағаларымыз, Асанәлі Әшіп ағамыздың өзі Ақбілекті қойғанда бірден рөл беріп, мен жалпы Әуезов театрында болсын, басқа тамаша болсын, өзіміздің теріс қақпай, кинода да болсын, жылдам рөлдерім болып, жолым болып кеткен актер. Мен арыз айтпаймын актерлік өміріме. Режиссерлік өміріме де арыз айтпаймын. Қиыншылықтар көп болған, ондай-мұндай, бірақ оның барлығы көрерменнің бір секунд қол шапалақтауымен бәрі болып кетеді. Режиссер болу жоспарыңызда бар ма кино саласында деп жазып жатыр бір баламыз. Болып қойғам айналайын, сен енді біліп жатсың ғой. Мен біраз сериал түсіріп, біраз кино түсіріп, театр саласында да режиссер болып қойғам. Тамаша. Асқар аға, енді қазіргі театрдағы жас режиссерлерден өзіңіз бір тамсанатын аймыс болайын деп тұрған бала дейтін бір күшті атауға бола ма? Әлия, оны екеміз жақсы білеміз. Сендер оқыған кезде қатар оқыдық. Фархат қой қазір ең алдымен тілімізге оралатын. Фархат Молдағали балам, Фархат деген қазір шәкіртім деп ауыз толтырып айтатындай бала. Менің өзімді өзі Қызылжар қаласында театрда жүрген кезде маған бір комедияны аудартып алып, екеміз 90% ол комедияны мүлде өзгертіп қайта жазып, соны қойды, кейін өзіміз шақырып алып сол театрға спектакль қойғызды. Фархаттың театрда жасап жүрген дүниесін бүкіл қазақ емес, қазір Орта Азия, Ресей біледі. Мінекей әрбір істеген ісі міне қазір мына Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрына келіпті, біраз дүние көрсетіп үлгерді, құлагерден бастап. Сондықтан сол бала Фархат істеді деген дүниеге күнде қуанып, күнде мәз болып жүрміз. Шәкірттің бәрі сондай болса екен деп ойлайсың, бірақ бес саусақ бірдей емес, амал жоқ. Кейбір шәкірттер мен оқығанына, мен таныс болғанына айтпай жүретіндері бар. Ұялып, ол да жасырын емес. Кейбіреуі мүлдем ұмытып кеткендері бар, жоғалып, көз ұшынан. Ондайлар да бар. Енді қайтеміз, енді солай шығар, оларға басқа дүние керек болған шығар. Жақсы.
Одан кейін Асқар аға, М. Шынбаев ағамыздың бір айтқан сөзі бар еді, мынау театр үш жақты гармониядан тұратын тамаша өнер. Сол жерде де жаңағы үш жағын көрермен, актер деп алсақ, енді үшінші орында режиссер тұрады ғой. Көрермен спектакльді көріп рахат алады. Актер көрерменнің қошеметін алып, жаңағы спектакль соңында паплонға келгенде өзі бір тамаша дүние болады ғой, актердің бойында. Режиссердің рахаты қай жерде аға? Режиссердің рахаты жоқ. Автор, режиссердің қолына шығармасы түскенде автор өледі. Ал енді автор бүкіл актерға сахнаға премьераға шығып кеткен күні режиссер өледі, болды. Режиссердің рахаты дайындық кезінде. Мен спектакльді дайындап жатқан процесті, киноларды жасап жатқан кезде соларды осы түсірем деп бірнеше дубль жасап оған дейінгі дайындық жасап жатқан кездердегі процесті жақсы көреміз. Біздің өмір сүретін уақытымыз, қызық уақытымыз сол. Ал болып кеткеннен кейін ол енді актердің еңбегі болып қабылданады, бүкіл жұрт актерға қол шапалақтайды. Режиссерді әйтеуір соңынан бір сарт мезет жасап сахнаға шығарып қоюы мүмкін, бірақ бәрібір ол көрерменнің есінде қалмайды. Көрерменнің есінде сол күнгі өзін тамсандырған актері ғана қалады. Біздің рахаттанатын кезіміз дайындық процесі ғана. Жақсы, тамаша. Мына жақта жазып жатыр екен, киноға боңғауыз сөз қосып жүрген жастарға айтарым ұрысыңызшы дейді аға. Ал не дейді? Көрерменіміз жазыпты, киноға боңғауыз сөз қосып жүрген жастарға айтарыңыз дейді, ұрысыңызшы дейді жастарға. Киноға не істеп жүрген жастарға дейді? Дұрыс түсінбей жатырмын мен. Жүрген жастарға ұрысып қойыңызшы деп жатыр эфир барысында. Киноға түсіп жүрген жастар ұрысып қойыңызшы дейді? Кинода боңғауыз сөз айтып жүрген жастарға ұрысып қойыңызшы дейді. Өткенде ол өліп тек қана боғауызбен түсірген бір вайын ба, жоқ әлде кино ма, бірдеме. Енді вайын дегенде қазір киноның бір саласы болып бара жатыр ғой. Сондайды көріп жиіркенгеніміз бар, құрсын мынау не айтып кетті деп. Енді қайтеміз, соған қол шапалақтап отырған көрермен бар, соны құтыртып отырған, ой қадырдың сұмдық, мә жұрттың братан деп отыратын адамдары бар. Содан кейін олар соған мәз бола береді. Мен ұрыспақ тұрмақ, оның басын балтамен жарып тастасам да, мен кеше боламын, мен ақымақ боламын, мына алжыған қақпас бізді түсінбейді, бұл вообще мәдениет өнерді түсінбейді, бұл оңбаған. Біз қазір жарып жатқан, дүниенің бәрін ұстап тұрған біз дейтіндер бар ғой. Әйтпесе соны өз замандастары, өздерің замандастарың соны, мынауың дұрыс емес қой, кеше деп айтпайсыңдар. Оны неге біз ұрысуымыз керек? Біз ұрыстық, айқайладық, мынаусы несі деді. Әрбір тыңдаған жоқ, өйткені оның қасында қолпаштап біздерге мына осы инстаграмда біздің өзімізге мал болды қойсақшы деген жастар бар. Мен өзіме сөйтіп жазғандар бар. Сондықтан ол жас ертең мен айтсам тағы да сөйтіп мал ешақ кетсейші, шаруаң қанша, ол біздің өнер, сен түсінбейсің деп шығады. Өз замандарың өздерін құтыртып отырған. Оны ұрысқан кезде соны көріп отырып, қол шапалақтап отырған сендерді қоса ұрысу керек. Жалпы Асқар аға, эфирге осындай дүниелердің шығып кетуі, мынау вайындардағы бір әдептіліктің, тәрбиенің, қазақтықтың кетіп бара жатқаны материалдық құндылықтың алдыға шығуынан ба, рухани құндылығымызды ол да бар шығар, білмеймін, бірақ енді жаңағы аузына келген айтып жүргендерге біреу молынан ақша беріп жатыр деп ойламаймын. Жалпы өзінің ортасы сол ғой. Сол орта, ол тәрбиесіз болып келді деп те айтпаймын. Әке-шешесі байқұс балам оқып білім алды деп ауылда жатқан шығар. Ой, балам сұмдық болып қарап жатыр деп. Әке-шешесі соны сөйтіп аузына келген айтып жатқанын көрмейді ғой, ол оларға көрсетпей жүрген шығар. Ешқандай әке мен шеше баласының аузынан боғауыз шыққанын естігісі келмейді ғой, менің түсінігім. Мына жаққа келгендегі ортасы сол құтыртып болған. Мә, братан, жырттың, қатырдың, ой, ұрып жібердің, енді сен жұлдызсың деп, қасында жүрген 15-20 адам бар, солар ана жерге лайк басып, солар қолпаштап, жан-жаққа тарантып, қатын дауыспен күліп, шек-шек еткен қазір бұл күлкілер моды болды. Сол сияқты болған кезде соған құтырады да жүре береді. Әркімдің өз ортасы құртады, меніңше. Сол ортасы тіпті боғауыз деген демек қой. Қазір менің бір кейбір шәкірттерім бір кішігірім бір комедиялар түсіріп жүр. Бір деңгейде алғашқысын түсіргеннен кейін келесісіне ауысқан кезде бір
мынаның бір сапасы өзгерген шығар, көзқарасы дұрысталған шығар десең, жоқ, сол алдындағы деңгеймен әлі қалып қойған, бірақ соны жаңағы ой сұмдықсың, кереметсің деп отырған адамдар бар да, ол соған тоқтап қалды. Сөйтіп тоқтап қалады. Сонысы қиын. Бұл адам деген өсіп жетіліп отыру керек, ізденіп отыру керек. Кім біледі, кімді қалай оқытарымызды да білмей қалдық қазір. Вот так деп қойыңыз арасында деп жазыпты қаламқас. Вот так дегенді мен жазған кезде жазамын. Вот так деген ол енді менің қол қоюым ғой. Жақсы, тамаша. Қайрат болма, адам болып көресіз бе, ойыңыз қалай дейді. Неге? Қайрат болма, адам бол деген киноны көрдіңіз бе дейді. Көресіз бе, ойыңыз қалай дейді. Көрген бедіңіз ол кинодағы? Жоқ, қайрат болма, адам бол деген? Кино ма, серия ма? Жоқ, аса түсінбедім мен соны. Кейбіреулер мен өзінен жіберіп алам, мен сөйлесіп отырып, әңгімелесіп отырып, сұрақтарым біраз кетіп қалып. Міне жерде бірдеме, не үшін біздің киноиндустриямыздың актерлер, шетел актерлер сияқты шынайы ойнай алмайды? Оның негізгі себептері қандай дейді. Жалпы шетелдік кино болсын, қайда өзіміздікі болсын, шынайылық деген адамның өзінің істеген ісіне, мамандығына, адалдығынан туады. Әншейін істей салайыншы, сияқты бола салайыншы деген. Өнер біз балаларды, өзіміздің шәкірттерімізді сияқты болуға үйретпейміз. Өнер ұқсағысы келіп, болмасаң да ұқсап бақ деп келген болғанымен, осындай сияқты болып, күлген сияқты болып, ыржиған сияқты болып, жылаған сияқты болмаңдар деп үйретеміз. Бірақ енді мына кино қазір, сериалдар көбінесе сол арзан түскісі келіп тұрған біреулерді таңдап ала салады да, ол не актер емес, не ондай мектептен оқымаған, ол жаңағы сияқты болуға ұмтылып тұрған бәлелер, солар сол өтірік өмір сүрген болып, өтірік күлген сияқты, өтірік жылаған сияқты, өтірік өлген сияқты болатындар солардан шығады. Содан сол өтірік шығады. Сосын екінші бір жағы бар, біздің мынау кейбір өзіміздің шынында да әріптестеріміздің, біздің педагог ұстаздарымыздың студент тәрбиелеген кездегі жіберіп алған қателіктері, біз балаларды, студенттерді театрға көбірек тәрбиелейміз де, кино өнеріне, камераның алдында өмір сүруге көп тәрбиелемейміз. Ол камераның алдында өмір сүру, сахнада өмір сүруден көп деген айырмашылығы бар. Міне сол кезде оған көңіл бөлу керек. Экрандық шындық деген сахналық шындықтан, сахналық мизансцена, сахналық бағалау көруден сәл бөлегірек болады. Міне сол мектептен де өту керек. Бағанағалидың ең басындағы сұрақ, диплом керек па, керек емес па дегенде, осы жағы керек болып тұрады. Демек, айналып келгенде біз кішкене болса да, 3 ай болсын, 1 ай болсын, 6 ай болсын, біздің алдымыздан оқып үйреніп кеткен дұрыс деп есептеймін. Мектеп көріп кету керек. Ал көшеден келе салып актер болғанда 1 рет, 2 рет жолың болады. Ар жағында костюмің ауысқаннан басқа еш нәрсең ауыспай жүрген әртістер көп қой. Мінез, образ, характер жасай алмай, әр кинода костюмі ғана айырбасталады да, содан кейін ойнап жүрген геройының аты ғана өзгереді, болды. Ал өзі сана кинода да, мына кинода барлық жерде сондай. Тіпті кейбіреуіміздің костюмімізді айырбастамайды. Мына қазір кино түсіргіштер сондай сараң, сондай экономист болып кетті. Өз киімімізді алып барып түсірткізеді. Біз әуелі айтамыз, айналып кетейін, ұяттарың ма? Көшеге шыға алмай қалдық өз киімімізбен түсіп деп. Біздерден экономить еткен соншалықты, сондай алдамшылыққа, сондайлыққа барған кинолар, жаңағы мына сұрақ қойған сұрақ сияқты, қалай болса солай шығады. Өзінің актерларының киіміне де көңіл бөлмегендер. Актердің бәрінен экономить етіп, көшеден біреуді түрі келеді деп ала салып, содан кейін сол жаңағындай сияқты болып өтірік ойнайтындар шығады. Жақсы, Асқар мырза, театрымыз құтты болсын, Маңғыстаудан сәлем дейді. Және баяғы кезде сахна киелі жер деп айтушы еді, қазір мүлдем алдыға күн көрінген шығып дейді. Асқар аға, осы тұста мынандай сұрақ, қазір мынау әншілерге пародиямен ән айтуға болмайды деп заң шықты ғой. Осы сияқты заң киноға диплом түсіруге болмайды деген заңда керек болып тұр қазір біздің кино саласында. Қалай ойлайсыз? Ол енді оған ұзақ талас пікір жүреді.
Өйткені режиссерлар, кино режиссерлар өзі кішкене қызықтау қалып қой. Олар алдымен бір образды көріп алады да, дәл сондай адамды іздейді. Көшеден іздейді, базардан іздейді, свалкадан іздейді, сосын табады да, сол адам соның киносын сүйреп алып шығады. Ол керемет болуы мүмкін бір киноға. Болды, ол адамды қайтадан бомж болса, сол бомж жағына лақтырып кете береді. Киноның ең қатал жері солай. Ол адамның ары қарай тағдырын қарамайды. Ол жаңағы өзінің киносында жүріп берсе, соның атын шығарып берсе, ол ар жағында ол адам не істеп жатыр? Ол ары қарай кино жаңағы табыспен, шаттықпен, ой мына келеді кинода керемет ойнадым деп түзеріп, соны ары қарай алып кетіп жатса, алып кетті, алып кетпесе, сол деңгейінде қалады да қояды. Оны режиссер екінші рет оған пайдаланбайды. Сондай тағдыры сөйтіп үзіліп кеткен көптеген актерлар бар. Сондықтан кино актерлар, режиссерлардың көпшілігі көшеден таңдағанын қоймайынша, олар мынау қарапайым актерлар, кәдімгі актер мамандығы барлардан образ жасауға болады дегенге әлі көңіл бөлмейінше, ол көшеден келетіндер келе береді. Оған қазір біз кедергі бола алмаймыз. Амал жоқ. Жақсы. Михон Бұрық жазыпты, әзіл саласындағы адам салмақты рөл ойнай ала ма дейді. Не депті дейді? Әзіл саласындағы адам салмақты рөл ойнай ала ма деп сұрақ қойыпты. Ең қиын жанр комедия. Комедия меңгерген адамға басқа жанрдың бәрі ойыншы. Менің айтарым. Но трагедияны да, драманы да ойнай алады. Әзілде жүрген адам. Әзілді, комедияны дұрыс жеткізе білсе. Комедия деген әйтеуір құр сөзбен күлдіру емес. Қазір бізде сөзбен күлдіру көп. Прикол іздеп, құр сөзбен ыржалаңдатып күлдіретін. Мінез болады комедияның. Комедияның характері, комедияның әрекеті болады. Үндемей тұрып та күлдіреді болады. Мынау мистер Бин қазір өздерін көріп жүрген. Болмаса баяғы Чарли Чаплиндердің бір ауыз сөз жоқ, күлдіріп жүр ғой. Сондықтан сөзбен елді күлдірем дегенше, сондай ойынмен күлдіруге үйренді. Міне кәсіби актер деген солай. Ал мына мистер Бинді ойнап жүрген актердің мен жақында комиссар Мегре деген фильмді ойнағанын көрдім. Өте салмақты, өте мүлде басқа рөл. Керемет ойнап шыққан. Мына YouTube арнасында бар, қарасаңдар, сен танымай қаласың. Өмір бақи жалаңдап күлдіріп жүрген мистер Биннің жаңағындай комиссар Мегре сияқты салмақты бөлек рөлді ойнаған. Мінекей шеберлік деген. Жақсы. Айгерім Төлепова, Асқар аға елей қалдарыңыз қалай дейді. Ой, менің шәкірттерім. Жақсы, рахмет айын. Актерға ең бірінші қандай қасиет керек дейді Асқар аға? Кәсібіне деген адалдық керек. Мамандығыңды актер қылып таңдап алдың ба, соған адал бол. Ол саған табыс әкелмеуі мүмкін баста. О баста емес, осы қазірдің өзінде. Егер мен айтсам, қазіргі заманның адамы сенбейді. Мен әнеугінгі ашқан екі театрды Нарынқол мен Қарадаланың ортасында жаяу жалпы шапқылап жүріп, екі жақтан да маған ешкім айлық төлеген жоқ. Ол менің өз инициативам болды осы театрды ашу деген. Мен көк тиын алмай сол екі театрды 1,5 ай 300 шақырым шапқылап жүріп келіп аштым. Оған қазір жан жақтағы адам сенбейді, кейбіреулер мынаны ми істемейді, тегінен шапқылап жүріп театр ашқанын істеп айтады. Ол менің әпенделігім шығар, бірақ ол өзім сүйген мамандыққа, өзім істеп жүрген жұмысыма адалдығым. Сондай дүние болу керек. Бірінші талап сол, өз ісіңе адал бол. Ол саған бірден табыс әкел. Дәл бірден емес, мына мен сияқты 50-ден асып кеткенде де табыс әкелмейтін жұмыстар болуы мүмкін. Бірақ адал істесең әйтеуір бір нәтижесі болады. Алдымен адалдық керек. Оның ар жағынан тиын есеп тұратын болсаң, одан өмір пайда болмайды да, оның рахатында, қызығында көре алмайсың. Тамаша. Асқар аға, сіз кімге еліктедіңіз дейді? Жалпы мынау өмірде, өнерде идеалыңыз бар ма? Мына көптеген біздің замандастардың барлығы жаңағы
Кинодан бір көргендерінен еліктеп келіп жатты. Мен жаңа айттым ғой, туғаннан Нарынқол халық театрында туылдым, сол сахнада өстім. Менің еліктегенім сол сахнада жүрген актерлар болды. Өз әкем мен шешем болды. Ал мысалға біздің Нарынқолда телевизия көрсеткен 74-75 жылдары ол қазақ телевизиясын көрсеткен жоқ. Бізге қырғыз жақын болды да біз қырғызды көретін болдық. Қырғыздың әртісін таныдық. Мен мысалға өз әке шешемді білгеніммен кинодан көріп, Қыз жібек пен атаманның ақыры болмаса, басқа көп қазақ фильм көре қойғанымыз жоқ. Қырғыздың әртістерін танып өстім, мен қазақтың әртістерін ешқайсысын білмей келдім. Бірақ енді әке шешем арқасында көріп жүрдім, Алматыға келген сайын театрларды көріп, біліп жүрдім. Ал енді үлгі тұта қоятындай болған жоқ. Бірақ енді жаңағы Индияның киносынан бастадық қой, Радж Капурдай болсақ екен деп көрдік. Одан кейін Төбелес киносы басталып кетті. Шетімізден Шерхан, шетімізден Виджай болып, құдай санамасын. Менің өзім мектептегі менің кличкам да болатын, Раджы дейтін елдің бәрі. Енді ол заман артта қалды, өтіп кетті. Осындай бола қойсам екен дегендер көп болды. Тіпті бандит болғым келді. Кинодағы бандиттерге қызығып. Бандит болсаң жақсы сияқты. Анау жақсы рөл ойнағандар өліп қалады. Мына бандиттер болса кішкене елдің есінде қалады. Содан бандит болғым келді, басмачы болғым келді. Сондай рөл ойнаған адамдарға еліктедім. Бірақ бандитте басмачыда болмадық, әртіс болып, ағаяқ режиссер болып, ұстаз болып тындық қой мінекей. Балпылда белгі ақыл айтып отырмыз. Жақсы, тамаша ғой, осы отырыстың өзі. Бір ғанибет емес екен ғой. Кешегі жазбаңыз айтыскер оразды еске алып көше атын беру деп әдемі ой айттыңыз дейді. Жалпы енді ағамызбен бір аудандансыздар. Қарым қатынастарыңыз қалай еді? Тікелей араластыңыздар ма? Оразалымен ба? Оразалыны мен бала кезден білем. Бір ауылданбыз, бір ауданнанбыз. Кішкентай кезінде өлең айтып, жаңа Хасен Саматыров ағамызға ілесіп, айтысты жаңа бастап жүргенінен білетінмін. Кейіннен Алматыда жүрген кезде біздің Теріс Қақпайдың концерті болады деген кезде Оразалының үйінде келініміз Ажар әнші болды. Сол Ажарды жетектеп келіп тұратын, аға келініңіздің бір әні бар еді, қосып жібересіз ба деп. Сол келініміздің әнін тыңдап Теріс Қақпайға бірнеше рет шығардық. Және бір шыққан кезде мен Оразалының бір тойда жаңағы сәлем берем деген айтысты бір ақын жігітпен айтқанын естіп қалдым да, дәл соны әкеліп жазып бер деп. Сөйтсем ол ұмытып кетіп жүрді. Бір күні біздің Теріс Қақпайдың концерті болайын деп жарнама шыққан кезде звондайды, аға келініңіздің әні бар, концертке қосасыз ба деп. Анау айтысты әкеп жазып бермесе қоспаймын деп. Соны 1-2 сағаттың ішінде жетіп беріп, алдымда әйтеуір күн суық, мұрны пышылдап отырып, қағаз алып, сол айтысты жазып беріп өзі. Сөйтіп кетті, айналып кетейін. Сол айтысты кейін марқұмына Дархан мен Ұлан сахнаға шығарып, сәлем берем деп Ұланның айтатын дүниесін сол Оразалы айтып жүрген жүргеннен мен Оразалға жаздыртып алғам. Жақсы білем, біз бір-бірімізді өте жақсы білетінбіз. Айналып кетейін, артымыздан ерген әліміз орақ ауызды, орақ тілді Оразалды бүкіл қазақ әлі күнге шейін сыйлайтын Оразалыны, сол мен ауылға шығып бара жатқанда жігіттер ошақта Оразалдың кешін өткізіп жатқандар айтып қалды, аға ауылға бір сәлем қылыңызшы, айтып жатырмыз, сіз де бір айтып кетіңізші деп. Жақсы болды, әйтеуір алдымызға жиналып тұрған көрермен көп болды. Сол жерде тағы да айттым, алматылықтардың сәлем, енді Оразалға бір көше берсек те, мектебінің атын берсек те, бір атын мәңгілік қалдырайықшы деп. Енді қол шапалақтап мақұлдап қалған адам көп енді. Ол енді бірден шешіле қоймайды ғой, түртпектеп айтыла берер, бір күні шығар еді. Болар. Тамаша, жастық шақта мына нәрсені істей алмадым дейтін өкініш бар ма дейді. Қайсы бірін айтайын? Көп қой. Көп. Уақыт өткен сайын, тіпті күн өткен сайын, ойбай, бағана осыны істеуім керек еді деген нәрсе әр адамда болады ғой. Сондықтан көлемді қылып айтсаң да көп дүние. Тіпті осы театрдың ашылып жатқанның өзі баяғыда болып кететін еді. Осыдан 7-8 жыл бұрын. Соның өзі де өкініш болды. Қаттен-ай, баяғыда ашылып кеткенде қазір бір талай жерге барып қалар еді. Кейбір түсіріліп жатқан дүниеміздің өзінде шіркін баяғыда түсіретін дүниеді ғой осы деп өкінетін кездеріміз бар. Өзі жасың келген сайын өткізіп алған дүниелердің көпшілігіне өкінесің, амал жоқ.
істеген күнәңді де өзіңнің мақтанышыңды бәрін арқалап өмір сүруге тура келеді. Бүкіл қателігіңмен өмір сүресің ғой, арқалап. Беймаралды сағындық деп жатыр мына жақта. Беймаралда оқығандар ма? Беймаралды. Мен де сағындым сендерді. Өткенде ана Нұрсұлтанның тойына бара алмай қалдым, амал жоқ. Соның арын қолға жаңа театр ашам деп шапқылап жүр. Беймаралдықтар сол жерде жиналғандарыңды білем, өзімді сендер көргім келіп тұрады, амал жоқ енді. Жұмыс солай болды. Жалпы Асқар аға кезіндегі Беймарал театрын қайтадан жинап бір гастроль жасау алдағы уақытта ойда бар ма? Карантин бітсе кіммен болса да гастроль жасау ойымда бар. Мен мына бір жыл тойдырды үйде тұрып. Мен өзім тоқтамай гастрольге жан жаққа шығып өтіп едім. Қызық концерт деген өзімнің бағдарламаммен. Міне бір жылға айналып қалдық, отырдық. Былтыр мен күзде өзі аварияға түсіп қалдым, онымен 5-6 ай жаттым. Ал деп басымды көтергенде бір айым жаңа Қызылжар театрына спектакль қоюмен келді да, одан қайтып келіп, ай енді деп жан жағыма қарап, енді өстеймін деп жатқанда карантин болды. Содан ойлап қарасаң, мына бір жыл түгелімен сол мына шапқылап жүріп ашқан 2 театр болмаса, мен түк істемей бітірмей отырған адам сияқты болып отыр едім. Асқар аға, жалпы қазір мына карантин уақытында жазатын сызатын адамдар үйде жаңағы шарт қалай болып жатыр аға? Жазатын сызатындардың біразы үйде жатып керемет не жазып жатырмыз, карантин біткенде жарамыз деп жатыр ма біреулер? Жоқ, білмеймін. Бұл карантин деген өзі көп нәрсеге тормыз. Мына сырттағы істерің бітпей жатқанда, мынау жұмыста өзі өнбейді екен. Жазуын жазасың ғой, бірақ өзі жоспарлап қойған біраз дүниені осы бітіріп тастайын ба деп білек сыбанып келіп отырасың да, қап мынау бітпей қалды, мынау болмай қалды деген бір дүниелер жеңіп кетеді. Мен айтар едім, карантинде қарап отырып бір тадай дүние жазуға бір текте жазғам жоқ. Бір демелердің ұшын шығарып, әйтеуір бір идеялардың басын бастап қойғаным болмаса, Мұхтар Әуезов театрының бір тапсырысы бар, бір комедия, сонымен қазір айналысып отырмын. Оның өзіне мінекей 2 айдай уақытым жай 2 театрда ашумен кетіп қалды да, қайтып келіп, соған қайтадан ой жинақтап, сол комедияны бітіру деген кішкене маған қиындау болып отыр. Тапқылап жүрген кезде келеді екен ойдың бәрі. Далада жүрген кезде, еркін жүрген кезде, ой, сол кезде ойлай армандайсың, барып отырғам жаза қойыншы деп, уақыт таппай, қысылтаяң кезде, осы қалғып мүлгіп, ұйқыға уақытың жетпей жүр. Қазір бір қол босықтан, осының алдында 10 сағат телміріп отырсаң да кейде ешнәрсе жазбайтын кезің болады. Жалпы өмірде арманыңыз қаншалықты орындалады? Ашман Муслим деген көрерменіміз қойып жатыр. Орындалып жатыр, Құдайға шүкір. Ойбай, қолым жетпей қалды, өсті деген дүние. Әрине пенде болғаннан кейін әр нәрсеге бір пендешілікпен жете алмай қалған дүниеңде арман болып, соған ашуланып қалатын кезің болатын шығар. Бірақ дегенмен шығармашылық жағында да жетпедім деген дүнием бір жағында болса, байқамай жетіп қойған дүнием соның орнын толтырып жатқан сияқты. Мысалға, бір үлкен нәрселерден қолым жетпей тұрғанда да, мына жақында ашылған мына 2 театрдың өзі орасан үлкен еңбек болды. Қаншама жыл армандап жүрген дүние өзі маған бір жарым айда 2 театр бірдей ашылып кеткенде оп-оңай бола салған сияқты болды. Міне сол бір жетпеген орын сол толтырды. Сол сияқты әлі де Құдайға шүкір армандар көп, жоспарлар көп. Біріне жетсек, бірінен ұтылып жатармыз. Бірақ өмір деген солай ғой енді. Жалпы мына бақыттымын деген, ойбай мен бақытсызбын дегеннің өзі кейде мен қалжыңдап айтамын, сол бақыт деген сөзді ойлап тапқаннан де. Егер сол сөзді ойлап табылмаса, ешкім оған бас қатырмаса, бақыттымын ба, бақытсызбын ба деп. Осы мен бақыттымын ба деп ойлап отырған уақыттың өзі, соған кеткен уақыттың өзі бақытсыздық. Ойламау керек. Өзіңнің бақытты болып жүргенде адам сезбейді. Бақытсыздықты бірден біліп қоясың. Төбеңді тоқ ете түседі, көз жасыңды көл қылады. Ал енді бақытты болып жүргеніңді өзің сезбейсің де, бір күні ойбай өтіп кетіппін ғой менің бақытты кезім. Әне күн екен ғой. Кеше мен бақытты екенмін ғой деп отыратын кезде болады. Сондықтан мына бақыт деген сөзді білмесе адам, онда шын бақытты болады. Дұрыс, Нұрсұлтан
талғат асқар аға білікті білімді ұстазсыз, сізден білім алып шәкірт болғанымды мақтан тұтамын. Оқу бітірген соң жұмыспен жүріп бұрынғыдай күнде кездесе бермейміз. Сізден аларымыз көп алға, мың жасаңыз дейді. Ой, рахмет Нұрсұлтан, бақытты бол ағайын алайын. Сенің тойыңа бара алмай қалған мәлі өкініп жүрмін. Забира 02 дейді. Асқар аға, сізді Фейсбуктен оқып, тәнті болып отырамын, жастарға үлгі көрсететіндей тұлғасыз дейді. Көп рахмет. Асқар шамалы әңгімелестік қой деймін. Мынау эфирдің соңына қарай менің бір қойылатын дәстүрлі сұрағым бар еді. Өнерге жолшыбай келдіңіз бе, жолаушы болдыңыз бе деген сұрақты сізге қою артық шығар. Дегенмен қызық жері, әбей өзің білесің ғой. Мен не жолаушы болып та келген жоқ, мен жолшыбай да келе салғам жоқ. Мен өнерде туылдым. Мен туылған жерімде жүрмін, әлі ешқайда кеткем жоқ. Мен сахнада туылған адаммын. Сондықтан осы ортадан мен әлі ешқайда кеткем жоқ. Құдай кетірген күні кетермін. Әзірше сол ортадамын. Жақсы. Кешегі жазбаңыз Айскер орныңызды еске алып, көше атын берудің әдемі ой айттыңыз дейді. Көп рахмет. Асқар аға, көп рахмет. Рахмет. Эфирімізді аяқтайық. Енді эфирімізді салып қоямыз. Осы жерден де біраз адамдар көріп бағасын бере жатыр. Жастарға бір бағыт алатындай, ой салатындай әңгіме болды. Аға, сізге көп рахмет. Рахмет. Табыс тілеймін. Жеке басыңызға табыс тілеймін. Табысыңызға береке тілеймін аға. Рахмет. Аман болыңдар өздерің. Жақсы аға, амандықта болайық. Жақсы.